Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен қолөнер арнасы бүгін сіздерге Balenciaga стиліндегі сөмкенің тоқылу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сөмкемізді тоқу үшін бізге әдеттегідей 8-ші размердегі осындай жемшік қажет болады. Мен молочный түсте таңдадым. Және де бізге 0,7 мм осындай леска қажет болады. Және де қайшы. Ал енді сөмкемізді тоқып бастаймыз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз дағы осында 4 моншақ өткіземіз. Енді екі лескамыздың екі басын бірдей қылып ұстап, моншағымызды артқа қарай итереміз. Және де мына тұрған соңғы моншаққа крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей, байқасаңыздар, біздің крючогымыз сыртта тұр. Енді осыны моншақтың ортасына тартып кіргізіп жібереміз. Сол кезде біздің сөмкеміз өте әдемі болып тоқылатын болады. Мінекей, енді бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткіземіз. Екі моншақ тұрған лескамызға крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткізіп, тура жаңағыдай крючогымызды моншақтың ортасына тартып кіргіземіз. Мінекей, бізде уже 2 қатар тоқылды. Енді дәл осылай жоғары қарай 18 қатар тоқып шығатын боласыздар. Мінекей достар, біз 18 емес 17 қатар тоқып шықтық, себебі 18-ші қатар ол бұрылатын жер болып саналады. Соны сіздерге көрсетейін деп шештім. Мына тұрған бір жақ лескамызға 1-3 моншақты өткіземіз, крючок жасап бекітеміз. Мінекей, бекіттік, қараңыздар. Енді біздің лескамыз жоғары қарап тұрған жоқ, қараңыздар. Бір жағына қарап тұр. Мінекей, енді біз келесі қатарға көшеміз. Келесі қатарға көшу үшін тура жаңағыдай жоғары жақтағы лескамызға 1-3 моншақты өткіземіз. Бекітеміз. Мінекей, келесі қатарға көштік. Енді мына тұрған астындағы моншақтан өткіземіз дағы астыңғы лескамызды. Енді жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп, ары қарай 2 моншақпен тоқитын боламыз. Крючок жасап бекітуді ұмытпаңыздар. Мінекей, тағы біреуін көрсетейін. Мына тұрған астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз, және де жоғарыдағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей, дәл осылай енді жоғары қарай 25 қатар тоқып шығатын боласыздар. Мінекей достар, біз 25 қатар тоқып шықтық, қараңыздар. Мына жоғары жағы 25 қатар, мына ені
18 қатар. Мінекей. Енді біз бұны қараңыздар. 10 санап шығамыз дағы. Бүктейміз. Астына бесеу жібереміз. Бүктейміз. Сонда 2 жәні 10-10-нан астыңғы бөлігі 5 қатар болады. Енді әрі қарай қалай тоқу керектігін сіздерге қазір көрсететін боламын. Мінекей, сіздерге түсінікті болу үшін мен бір жәнін тоқып алдым. Енді екінші жәнін сіздермен бірге тоқитын боламыз. Мінекей. 10-шы мен 11-ші қатар. Мінекей. 10 менен 11-ші қатар, 11 астында, 10 шетінде. Осы екі моншақтан бірден лескамызды өткізетін боламыз. Екі басын бірдей қылып ұстап, осында жоғары жақтағы лескамызға екі моншақ өткізіп тоқимыз. Бекітеміз. Мінекей, енді мына тұрған астыңғы моншақтан астыңғы лескамызды өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға екі моншақ өткіземіз. Крючок жасаймыз. Бекітеміз. Мінекей, екі қатар болды. Енді үшінші қатар тоқимыз. Астыңғы моншақтан өткіземіз лескамызды. Жоғары жағына екі моншақ. Бекітеміз. Мінекей, үшеу болды, енді төртіншісі. Өткіземіз лескамызды астынан. Жоғары жағына екі моншақ. Бекітеміз. Мінекей, 4 қатар болды. Енді 5-ші қатарда қараңыздар. Астыңғы лескамызды бірден екі моншақтан өткіземіз. Астыңғы және жоғары қарап тұрған жәндегі моншақтан өткіземіз. Осында енді кез келген лескамызға бір моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Мінекей, бір қатарымызды тоқып болдық. Енді келесі қатарды тоқимыз. Қараңыздар. Келесі қатарға көшу үшін мына тұрған лескамызды жоғары қарап тұрған жәндегі моншақтан өткіземіз. Енді осы лескамызға бірден екі моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей, енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп, екі моншақ салып, ары қарай тоқитын боламыз. Мінекей, достар, қараңыздар. Дәл осылай ары қарай жалғастырып, жоғары қарай тоқып шығасыздар. Екінші бет құсап, дәл осылай барлығын тоқып шығатын боласыздар. Мінекей, достар, көріп тұрғандарыңыздай біз екі жәнін тоқып болдық. Мінекей, іші осылай көрінеді, өте әдемі болып шығып келе жатыр. Мінекей, енді біз бұл сөмкеміздің
екі шетін былай қысатын боламыз. Сөмкеміздің формасын шығарамыз. Оны қалай шығару керектігін сіздерге түсіндірем, қараңыздар. Біздің сөмкеміз осылай бүктеліп тұр формасы. Мінекей. Енді мына тұрған моншақтан емес, мынау алдындағы моншақтан өткіземіз лескамызды. Өткіздік. Енді осында екі жақтағы лескамызға екеусіне де бір-бірден моншақ өткіземіз. Енді мына тұрған жоғары жақтағы лескамызды сөмкеміздің екінші бетіне аударып, дәл жаңағыдай өткіземіз. Бұрыштағы емес, бұрыштың алдындағы моншақтан өткіземіз. Тура жаңағыдай. Астыға қарай өткіземіз. Мінекей. Енді формасын жасаймыз, қараңыздар. Мына тұрған моншағымызды алдыға қарай шығарамыз. Сәл ыңғайсыздау болып жатыр, бірақ жасауға тырысыңыздар. Қатты қысып тартамыз. Екі жақтағы лескамызды бірден тартамыз. Сол кезде біздің сөмкеміздің формасы шығатын болады. Осылай тартамыз, және де мына тұрған моншақтан енді крючок жасаймыз сол моншақтың ішіне. Мінекей, қатты тартып қысыңыздар. Мінекей, біздің сөмкеміздің формасы шығып келе жатыр, қараңыздар. Осылай өте қатты тартамыз. Енді астындағы қараңыздар, мұқият қараңыздар. Осы тартқан моншақтың астындағы екі моншақтан өткіземіз. Мінекей, мына тұрған лескамызды көріп тұрсыздар ма, астындағы моншақтан өткіземіз. Өткіздік. Енді екінші лескамызды өткіземіз. Бұны да өткіздік. Енді қараңыздар. Лескамызды осылай жоғары қарай шығарып аламыз дағы екі лескамызды. Енді мына тұрған екі моншақтан өткіземіз. Енді мына моншақтан өткіземіз лескамызды. Енді қараңыздар, мына тұрған лескамыздың үстіне жаңағы шығарған лескамызды өткіземіз дағы, кері қарай тартамыз, крючок жасап. Мінекей. Енді артық қалған жерін кесіп тастаймыз.
Мінекей осылай біздің сөмкеміздің формасы шықты. Енді дәл осылай екінші жақтағыны да дәл осылай формасын шығаратын боламыз. Бұны да дәл осылай екі жәндегі моншақтан өткіземіз. Міне достар, біз сөмкеміздің екі жәндегі екі формасын шығарып алдық. Енді біз бұл сөмкеміздің астындағы формасын шығаратын боламыз. Қараңыздар, нарадағы астыңғы формасын шығарамыз. Ол үшін сөмкемізді осылай астыға қаратып аламыз дағы. Қараңыздар, 7 қатар санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осының 7-шісіне тоқитын боламыз. Лескамызды осының 7-ші моншаққа өткіземіз. 7-ші қатардағы. Мінекей, 7-ші қатардан өткіздік. Енді лескамызды осылай теңестіреміз дағы. Мына тұрған лескамызға бір моншақ өткіземіз. Енді осының қарама-қарсы бетіндегі 7-ші моншағына тура жаңағыдай өткіземіз. Мінекей. Енді екі лескамызды тартып формасын шығарамыз. Енді осында кез келген лескамызға бір моншақ өткізіп, крючок жасап бекітеміз. Мінекей. Екі лескамызды тартамыз. Қатты тартып, осы сөмкеміздің формасын шығаруға тырысамыз. Мінекей, өте қатты жұмыс жасаңыздар. Міне енді осы екі лескамызды астына қарап тұрған екі моншақтан өткіземіз астыға қарай. Мінекей өткіздік. Енді осында тағы да кез келген лескамызға бір моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Енді тағы да осылай қайталаймыз. 2 рет қайталадық. Енді тағы да 2 рет осылай қайталаймыз.
Мінекей 4 рет қайталадық. Мінекей енді лескамызды кері қарай өткізіп бекітетін боламыз. Қалай бекіту керектігін осы видеоның астына сілтемесін тастадым. Мінекей достар, бекітіп болдық. Енді қалған бөлігін екінші бөлімнен көретін боласыздар, себебі бұл бөлім ұзақ болып кетті. Сол үшін қалған бөлігін екінші бөлімнен көресіздер.